Ақмарал Бейсенова табандылығы мен еңбекқорлығымен ерекшеленетін, өмір жолы күрделі, бірақ жігері мықты әйел. Үшінші топ мүгедегі бар болғанына қарамастан, ол өзін әлсіз сезінуге ешқашан жол бермеген. Керісінше қиындықтарды жеңуге шақырған өмір сынақтары Ақмаралды бұрынғыдан да қайсар, мақсатшыл, өз еңбегімен отбасы мен қоғамға пайдасын тигізуге ұмтылатын жанға айналдырды. 2011 жылдан бастап ол тігін әлеміне қадам басқан. Бұл сала оған алғашқы күннен ақ жақын болып, жүрегіне ерекше қуаныш сыйлады. Ақмарал үшін тігіншілік жай кәсібі емес, жанын тыныштандыратын, көңілін көтеретін ерекше өнер. Ол алғашында үйде тапсырыс қабылдап, қарапайым жөндеу жұмыстарынан бастаған. Әр тігісіне мұқияттылық пен ұқыптылықты дарытқан шебер уақыт өте келе тәжірибесін толықтырып, тігін машинасының қыр-сырын жетік меңгерді. Оның қолынан шыққан әр бұйымда жүрек жылуы, нәзік талғам және еңбекке деген сүйіспеншілік сезіледі. 2025 жылдың тамыз айынан бастап Ақмарал ресми түрде тігін цехына жұмысқа орналасып, өзіне жаңа мүмкіндік ашты. Бұл оның кәсіби тұрғыдан өсуіне ғана емес, өзіне деген сенімінің артуына да үлкен серпін берді. Жаңа ортада ол әріптестерімен тез тіл табысып, шеберлігін көрсетіп, өз ісінің жауапты маманы екенін дәлелдеп ақ жүр. Цехтағы тапсырмалар, жеңілде ауыр, күрделіде қарапайым жұмыстар Ақмарал үшін шеберлігін шыңдаудың тағы бір кезеңі. Ол өз ісіне адал, жұмысын уақытында әрі сапалы орындауға әрқашан тырысады. Ақмаралдың өміріндегі ең басты қуаныш оның 4 перзенті. Балалары оған шабыт, күш-қуат, мотивация сыйлайтын тіректер. Ана болу үлкен жауапкершілік. Ал мүгедектікпен күресе жүріп, 4 баланы өсіріп, олардың тәрбиесіне көңіл бөлу қайсарлықтың биік көрінісі. Ол балаларын еңбекқорлыққа, адалдыққа, шыдамдылыққа үйретіп, олар үшін әрқашан мейіріммен тірек болуға тырысады. Отбасының амандығы, балаларының болашағы оның өміріндегі ең үлкен мақсат. Ақмарал Бейсенованың жолы ерік жігердің, еңбек пен табандылықтың, аналық махаббаттың күшімен биіктеген өмір тарихы. Ол өзін қиындыққа қарамастан дамытқан, өзіне сеніп қоғамға үлесін қосып жүрген жан. Ақмаралдың бүгіні еңбектің жемісі, ертеңі үмітке толы жарқын болашақ. Балгүл Ерланұлы 7 арнасы дәл қазір менің жанымда 4 баланың анасы, Кентау қаласының тұрғыны 47 жастағы Ақмарал Бейсенова ханым. Ақмарал ханым, енді көріп отырмыз, тігу ісімен айналысады екенсіз. Жалпы өзіңізбен танысайықшы, қайдан боласыз, қай жақта оқу бітірдіңіз, неліктен тігін ісімен қазіргі уақытта айналысасыз? Сол туралы бізге толығырақ айтып берсеңіз. Мен Кентау қаласының тумасымын. Жасым 47, енді 4 баланың анасы деп айтып жатсыздар, енді бірақ бұл жұмыс мен тек өзімнің жақсы көретін немде оқымағанмын, шындығын айтқанда. Тек қана өзім жақсы көргендіктен қанша жыл осы жерде осы Кентау қаласында үйренуші болып тігін цехтарда істедім. Соның еңбегін жемісін енді көріп жатырмын мен. Негізінде бұл қарасаңыз, жақсы көрмесеңіз бұл істі еш уақытта адам ешқайсысы қолға ала алмайды. Өйткені бұл әр адамның сүйіп істейтін хоббиі деп айта алмайсыз. Бұл көздің майын тауысып, нервтің қаншама тоздыратын жұмыс, бірақ жақсы көрген адам еш уақытта шаршамайды. Мен 2011 жылдан бастап цехтарда істедім жұмыс. Бірақ көбіне декретте отырдым, ешқандай жатыратын жоқ, балаларым кішкентай болды, сондықтан әр цехта істеп жүрген кездерде жаңағы қиындықтар болды. Бірақ әр нәрсенің артында бір қиындықтың артында бір не болады, жаңағы жемістер болады. Сондай уақыттарда жаңағы көп нәрсені үйрендім. Осы тігін саласында жүрген кезде әр тіккен затта бір үйренетінің бар. Әр жерде істеген кезде әр түрлі ұстаздарым болды. Рахмет олар ол кісілерге де. Осы жердегі мен август айынан, тамыз айынан бастап жұмыс істеп жатырмын. Бұл жұмысты Дастан мырза бергеніне өте қуаныштымын ашқанына. Өйткені мен үйде 4 баламен, күйеуім қайтыс болған екен, отырып қалдым. Күйеуім 4 жылдың жобасы болып қалды қайтыс болғанына. Сол уақыттарда үйде машина алып, үйде тіккен тұғым. Бірақ үйдегі тірлікті шыны керек бәрібірде үйдегідей
жұмыстағыдай болмайды. Үйде қоршалып бір неде отырып қаласың бала шағаның күйбен тіршілікпен. Сондықтан осындай мынау мүгедектерге арналған осындай цехтар болған өте жақсы. Өйткені көпшілікпен араласады, тіл табысады, орта үлкен ортамен араласады да, шектеу болмайды. Сондықтан мен рахметімді айтамын, тапсыз қалғаным жоқ. Өзімнің жаңағы көп балаларын алатын, өзімнің жаңағы мүгедектік алатын, соған қосымша ретінде осы жерде жұмыс істеп, Құдайға шүкір, бұйырғанын алып жатырмын. Енді мынау жаңа айтып қалдыңыз, сөзіңізде өмірде әртүрлі қиындықтар болады деп. Енді жасырын болмаса, өзіңіздің басыңызға түскен осы қиындықпен кішкене бір. Енді мына жерде көбіне тігін саласында жүрген кезде ұстаздардың өмір істемеген нәрсені үйрену өте қиын. Мына үйренде жирен дейді ғой негізінде. Мына үйренген нәрсені білген кезде білмейтінің әлі 99 көп мысалы да. Сондықтан ол жерлерде көп нәрсені үйрену арқылы қиындықтар болады. Бірден анау хобби, талант адамда берілгенмен де мынау дарын, бірақ үйрену арқылы көп нәрсені жаңа қиындықтар болады. Сол жайында айттым мен. Осы жерде де мысалы өмірі тікпеген нәрселерді мысалы бір ұстаздар арқылы бір-бірімізге айту арқылы әр операцияны тігіп отырмыз. Бірақ жақсы дүниелер шығып жатыр. Ол жемісін көріп жатырмыз. Өзіміз тіккен нәрсені көріп өзіміз қуанамыз шыны керек. Мынау енді тамыз айынан бастап осы жерде жұмыс істеп жатырмын дедіңіз. Енді қанша бір 4-5 айға жуық уақыт өтіпті ғой. Осы уақытқа, бірақ 2011-ден бастап өзіңіз тікенмен айналысасыз. 10-15 жыл уақыт болыпты, үйде тіктім дедіңіз. Енді мына айырмашылығын айтып беріңізші өзіңіз. Үйде де отырып жұмыс жасадыңыз, қазір осы ортаға келіп жұмыс жасап жатсыз. Сол туралы кеңінен баяндасаңыз. Әріптестермен жұмыс істеген қалай екен? Әріптестермен жұмыс істеу ол басқа нәрсе. Үйде отырып тігу деген басқа нәрсе. Мына үйде отырған кезде, мына үйдің тірлігіменен мынау тігін саласын бірге алып кету қиындау. Өйткені ол жерде уақытылы ұйықтай алмайсың, уақытылы жаңағы бала шаға бар дегендей күйбең тіршілікпенен көбіне ысырылып қалып кетеді. Ал мынау жерде мына цехтарда бір несі жаңағы плюсы деген сөз ғой енді. Жаңа тегін кезде уақытылы келесің, уақытылы кетесің, тірлігін істеп кетесің да. Сол, еще бұл жерде тағы айта кететіні көпшілікпен араласасың. Көпшілік мысалы өз ортаңда өзіңмен араласатын әпшелерің болады, сіңлерің болады. Бұл жерде көп сөйлесу арқылы бір қабырғадан шығу ғой. Жаны білмегеніңіз үйренесіз, өзің де үйренесің, адамдарға да үйретесің. Ол жерде көпшілікте жүру деген ол мүмкіндігі шектеулі жандарға бір қабырға жаңа отырып қалғаннан көрі осындай мүмкіндіктер болған өте тамаша негізінде. Мынау енді әрине көріп қуанып жатырмыз. Істеп жатқан ісіңіз әрине берекелі болсын, табысты болсын. Енді жалпы өзіңіз не дейсіз біздің көрермендерімізге? Сізді бәлкім көріп отырған адам болар енді. Қазіргі уақытта енді теледидардан бөлек әлеуметтік желіден де қарайды ғой. Сол кісілерге өзіңіз не айтасыз? Мен мүмкіндігі шектеулі қаншама жандарды көрдім. Мынау алға ұмтылған қаншама жандар бар, артқа кетіп отқан қаншама жандар бар. Оларды көресіз сол өмірде теледидардан болса да, бірақ көбісі артқа тартып бір қамалып отқандар көп. Көбіне адамдар өзінің сүйікті ісімен айналысқан кезде алға жылжу, өмірге деген құштарлық пайда болады негізінде. Бірақ көбінесе жаңағы артқа тарту деген үйден шықпағандықтан деп ойлаймын. Көпшілікпен араласпағандықтан. Көпшілікпен араласып, осындай ортада, мүмкін тігіншілік болсын, басқа өзінің жақсы көретін мекемелер болса, жұмыс деген істеуге болады негізінде. Артқа тартпау керек. Бұл жерде тек қана өз-өзін алып жүру, жаңағы өзін көтермелеу адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Қандай қиындықтар болса да. Ақмарал әпке, сіз енді Дастан ағаның ашып жатқан цехын, осы цехты қайдан естіп білдіңіз? Сізді кім шақырды бұл жерге? Мен цехта істеп жүрген кезде Нұржамал ханым бұрын бірге істеген тұғымыз. Сол кісі жаңағы ойда жоқта осындай жерде істеп жатырмын деп айтты. Сонымен келдім, өйткені бұрын бірге істегенбіз ғой. Бірақ жаңадан ашылған цех екен. Бірақ қазіргі уақытта үлкен белестерді бағындырып жатыр оған. Өте қуаныштымын. Өйткені көрініп тұр ғой істері, нәтиже бар.
Жалпы сол кісі сізді шақырды ма? Иә, Нұржамал ханым. Сол кісіден естіп келіп отырсыз. Иә. Басқа тағы не дейсіз енді өзіңіз? Не айтайын Не басқа? айтасыз? Тек алға осындай жұмыстарды атқара беріңіздер. Бүкіл мүмкіндігі шектеулі жандарды Кентау қаласында бар болса, әлде де шақырамыз қолынан іс келетіндерді. Мына цехымыздың үлкен цех болып, қаншама табыстар табуға мүмкіндіктер бар екенін айтамыз. Бақыттысыз ғой қазір. Әрине. Рахмет. Басқа қандай арманыңыз бар енді? Арман негізі шексіз ғой арман деген. Арман деген мен бала шағымды аяққа тұрғызу бірінші. Одан кейінгісінде өзімнің қалаған ісімен айналысу, осы үлкен жетістіктерге жету. Өте дұрыс айтасыз, Ақмарал Бейсенова ханым, әпкеміз, яғни бұл кісі де дұрыс айтып отыр. Дұрыс айтасыз, арманыңыздың барлығы орындалсын. Рахмет. 4 бала шағаңыз аяққа тұрып, алла қаласа аман есен, үлкен азаматтар болып өссін. Өзіңізге де зор денсаулық тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер, осымен тамам. Ақмаралдың тігіншілікке деген сүйіспеншілігі оның болашаққа құрған жоспарына да әсер етеді. Ол шеберханада ғана емес, алдағы уақытта да өз жеке кәсібін ашуды армандайды. Тәжірибе жинақтап, жаңа технологияларды меңгеріп, түрлі үлгілерді әзірлеу арқылы ол күн сайын кәсіби тұрғыда өсіп келеді. Ақмарал үшін бұл жай ғана арман емес, нақты мақсат. Өйткені әр істей бастаған жұмысты соңына дейін жеткізбей тастамайтын жігері мен еңбекқорлығы оған жаңа биікке шығуға мүмкіндік береді. Оның ойынша, әйелдің шеберлігі оның жүрегіндегі мейіріммен ұштасқанда ғана шынайы өнерге айналады. Ал ол осы қасиеттерге толықтай ие. Сонымен қатар Ақмарал қайырымды істерге де бейім. Өзінің қолынан келетінінше мұқтаж жандарға жәрдемдесіп, кейде киімдерін тегін жөндеп немесе сыйға берген күндері болған. Оның бұл әрекеттері айналасындағыларға жылулық сыйлап қана қоймай, адамгершіліктің жоғалмағанын дәлелдейді. Ақмаралдың жүрек кеңдігі мен ниетінің тазалығы оны жақсы көретін, құрметтейтін адамдардың көбейе түсуіне сеп болып отыр. Ол өмірдің қандай сынағы болса да мойымай, өз жолын таба білген мықты әйелдердің жарқын бейнесі. Бағдаулет Ерланұлы, Өмірхан Смайыл, 7-7 News.